Арнамызға қосылған әр көрерменге таң нұрлы болсын дегіміз келеді. Үздік педагог байқауына құжат қабылдау уақыты аяқталды. Биылғы үздік педагог атағының иегерлеріне 3 миллион теңге көлеміндегі ақшалай сыйақы ғана емес, төс белгілер де беріледі. Байқау қалай өтеді, қандай талап қойылады, иә? Осы сұрақтарға жауап алу үшін біз студиямызға Оқу ағарту министрлігінің орта білім комитетінің педагог кадрлары мен жұмыс басқармасының басшысы Айман Дүйсенбаева ханымды қонаққа шақырдық. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Енді мынау сайыс туралы естігенде өз басым қуанып қалдым, өйткені қашанда айтады ғой, бір қауым ел бас қосса, төрдегі орын ұстаздікі. Бұл ұстазға көрсетілетін сый, құрмет, жалпы мына қатысушыларға қандай талап қойылады, қанша жастан бастап қатысалады, одан кейін мынау еңбек өтілі деген мәселе бар ғой, сол туралы айтып беріңізші. Жалпы біздің сайысымыз бұл 12 жылдан бері жүріп жатыр. Қазіргі таңда 560 біздің педагог осы мектепке дейінгі орта білім және техникалық кәсіптік білім бойынша осы атақтың иегері атанды. Оны біздің бұйрығымыз бар, Оқу ағарту министрлігінің бұйрығында осы талаптар көрсетілген. Ол 2016 жылғы 2015 жыл 16 қаңтардағы нөмір 12 бұйрық бар. Соның ішінде талаптар, ең басты талап ол педагогтың 5 жылдық өтілі болу керек. Сонымен қатар сол мектепте жұмыс істейтін педагог болу керек. Өзі сол қай мектебінен ұсынылған. 5 жыл бір жерде жұмыс істеу керек па? Жоқ, ол жалпы өтілі 5 жыл болу керек. Сонымен қатар енді онда көптеген талаптар бар. Жалпы ол 100-ден жүйрік шығады ғой. Мысалы, 100-ден жүйрік шығу үшін о жерде ең бірінші педагогикалық қызмет, оқу сапасы, оның олимпиада жетістіктері болу, өзінің ұстаз ретінде жетістіктері болу керек. Сонымен қатар тағы басқа мынау ата-аналармен жұмыс, жан-жақты. Қазіргі таңда мысалы былтыр бізде пандемия болды, сол телевизиялық сабақтарға қатысқан. Ол енді бір талап соған ғана емес, сонымен қатар тағы да осы талаптарға сәйкес келу керек қой жалпы. Міне осындай біздің талаптарымыз бар. Оның өзінің үздік педагогикалық тәжірибесі болу керек, авторлық бағдарламасы болу керек, республика көлемінде таратылған, әлемдік деңгейге шыға, мысалы халықаралық олимпиадаға балаларды шығару. Міне осы мәселелер болса, педагог өзін сол ұсына алады осы сайысқа. Одан кейін мектеп кезімізде есімізде ұстаздардың мынау методикалық құрылғыларды жазып, өздерінің жаңағы ұсыныстарын айтып жүретін еді ғой, ондайды жағы қарастырылатын шығар, иә? Жалпы бар бізде мынау Алтынсарин атындағы ұлттық біздің орталық бар ғой, ұлттық академияда, сол жерде республикалық оқу әдістемелік кеңесі бар. Сол жерден осы біздің үздік ұстаздардың көбіне осыған дейінгі авторлық бағдарламалары жасалынады да, озық тәжірибе ретінде таратылады. Міне енді сіздің айтып отқан сол методичка, әдістемелік құрал дегендеріңіз сондай. Облыс көлемінде, республика көлемінде сол педагогтың өзінің тәжірибесі таратылады. Тамаша. Енді жалпы мына ұстаздардың бүгінгі жай-күйі, көңіл-күйі туралы айтып өтіңізші, өйткені бәріміз білеміз, иә? Жолдаудың негізгі басым бөлігінде осы ұстаздардың жаңағы әлеуметтік жағдайы, оларды өзге жұмыстарға араластырмау сияқты мәселелер жиі көтеріледі ғой. Сондықтан да бұл ретте қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Жалпы біз 19 жылға дейін осы педагог мәртебесі туралы заң қабылданғанға дейін осындай өтініштер көп бізге келетін да. Қазіргі таңда міне 3 жылдың көлемі болды ғой. Енді 100% бәрі жақсы болып қалды демесек та, мына ұстаздарды жұмысқа тарту өздерінің функциясынан тыс, сонымен қатар мысалы концерт залдарын толтыру, тағы басқа бір жұмыстарға тарту мәселесі тыйылған сияқты деп есептеймін. Сонымен қатар жалақының көтерілуі өте бір жақсы қуантарлық жай. 19 жылы бізде тамыз конференциясында еліміздің президенті бізге келген болатын, сонда бүкіл ұстаздар қауымына 4 жыл бойы еңбек ақыларыңыз 25%-дан өсіп отырады деп. Міне келесі 23 жылы тағы біздің ұстаздардың еңбек ақысы 25%-ға өседі міне. Ол жоспарланған, қаражат қарастырылған. Осы педагог мәртебесі сол көп нәрселерді жойды деп ойлаймын. Сондықтан біз ұстаздың, яғни
сондай халы мүшкіл, ұстаз сондай өте төмен деңгейде деп айта алмаймыз. Оған себеп мысалы былтырғы жылы 21 мыңнан астам адам педагог мамандықты таңдаса, соның 2 мыңнан астамы алтын белгі егер екен, 3 мыңнан астамы үздік аттестаттың егер екен. Яғни біздің мамандыққа жақсы мысалы түлектер барып жатыр. Ол болашақта жақсы ұстаздар шығады деген ойдамыз міне осыны. Демек жастардың, Айман ханым кешіріңіз, демек мына жастардың арасында, ұстаз боламын, ілім үйретем, білім үйретем, мына қазақтың даласына білімнің дәнін себем деген жастардың қарасы қалың деп айта аламыз, айта аламыз. Бұл қуантарлық жай. Өйткені жан жақты мысалы сол шәкіртақының өзі мысалы жай жоғары оқу орындарында басқа мамандықтарда 37 мың болса, бізде педагог мамандыққа 58 мың. Бұл да болса кішкене, бір 20 мың болса да жаңағы біздің мамандыққа сол жақсы азаматтардың келуіне себебін тигізеді деп ойлаймын. Тамаша. Енді жалпы мынау жаңағы жастардың осы педагог мамандықтарға деген қызығушылығы турасында айтып жатырмыз ғой, олардың арасында осы салаға келіп, қандай да бір жетістікке жетіп жатқандары шынымен де бәрімізді қуантады. Және де қазір өзіңіз байқасаңыз, мына әлеуметтік желі, енді күніміз осы бір құрылғыға қарап тұр ғой, шыны керек. Жастардың, ұстаздардың химия деген ең қиын пәнді осы TikTok арқылы түсіріп керек мәліметтерді оқушыларға үйретіп жүрген жайттары жиі кездеседі. Сол кезде қарап, мына жастардың тілін тауып, тамырын басып, сабақты енді ұрып қазір ешкімді оқыта алмайды ғой. Осындай бір тамаша әдісті тәсілді қолданып жүргендер қуантады. Жалпы мынау ұстаздардың арасында жас буын, одан кейін кішкене алдыңғы буын деп бөлінетін шығар, аға буын. Олардың арасында мына бүгінгі заманауи құрылғыларды, тетіктерді пайдалану тәсілі қалай жүріп жатыр? Яғни бізде осы қалыс қалмайды ау? Жоқ, қалмайды. Біздің ақпараттық технологиялық заманы ғой қазіргі кезде. Сондықтан біз мынау курсты өткіземіз, біліктілікті арттыру курстарын өткізгенде өзіміздің сол алдыңғы буынғы ұстаздарымызды да өткіземіз. 100% деп айтуға болады. Ол мысалы былтырғы қиын қыстау кездер болды ғой, енді барлық онлайн оқу кезде біздің ұстаздарымыз да сол бүкіл технологияны меңгеріп алған сияқты. Бірақ мынау жас буын мен екеуінің ортасында ешқандай бір қатты айырмашылық көрінбейді. Себебі мынау жастарымыздың өзін сол қолынан жетектеп қазіргі біздің бұрынғы алдыңғы буынғы ұстаздарымыз тәлімгер болады. Сондай жалпы бір не бар, ол тәлімгерлікке өзі үстемақы қосылады. Келген маманды жетектеп сол ұстаз қылуға үйрететін біздің алдыңғы буынға апайлар мен ағайларымыз бар. Ол ең мықты сол мектептегі адам болу керек. Оның жаңағы біліктілік санаты да жоғары болу керек. Сол сыйлы адам ғой, мысалы тарих пәнінен алсақ, сол жердегі ең мықты тарихшы келген маманды өзіне бауырып үйретуге. Біз сондай, айттық қой, педагог мәртебесі бізге өте жақсы мүмкіндіктер ашты. Барлығын, мысалы, бұрын кезде педагог және оған теңестірілген адамдар деген болатын. Қазір барлығы педагог, барлығы 56 күн демалады. Ешқандай педагог деген адамның арасында айырмашылық болмау керек. Вот сондай бір жақсылық деп айтар едім. Қазір ондай екеуінің арасында мынау түсінбестік болмайды деп ойлаймын солай. Және де аға буын өкілдері бар, одан кейін арттарынан өкшелерін басып келе жатқан жастар бар. Демек, аға буын өкілдері өздерінің білгенін, тәжірибесін, мынау енді қаншама жылдық еңбек өтілі бар, алдарына түрлі-түрлі бала келеді, бір-бірінің еркесі бар, бір-бірінің жалғызы бар, соның барлығымен қалай тіл табысу керек, жастарға үйретіп бәрін көрсетеді. Сөйтіп өздеріне ізбасар дайындап кетеді ғой. Ізбасар дайындайды, яғни жақсы бір математик мұғалімді көргем, соны сұрадым, тест тапсыруға келіпті. Апай, сіз әлі істеп жүрсіз бе? Я дейді, өз оқушым мына нені бітіріп жатыр, Евразия ұлттық университетін дейді. Содан кейін оны үйретіп дейді, сосын мен кетем дейді. Оған міне соны күтіп жүрмін дейді. Көрдіңіздер ме, жалпы сол мұғалімдердің арасындағы сондай бір жақсы қарым-қатынасты ұнайды. Яғни оны жас маман сыйлап ала білсе, үлкен біздің алдыңғы буын оны түсіндіріп, соған жеткізе білсе, сонда біздің болашақтағы ұстаздарымыз мықты бір ұстаздар болады. Алдыңғы буынның үйреніп, өздерінің жаңашылықтарына келеді технологиясында. Қандай күшті. Енді біз оқушы болған кезде олардың арасындағы қарым-қатынасты, байланысты байқамаған болуымыз керек. Десе де осындай бір ізгіліктің, мейірімділіктің жолы бар. Енді жаңа өзіңіз сөзіңізде айтып қалдыңыз, мына
өтілі бар ұстаз, аға буын келіп тест тапсыруға келді деп, жалпы осы ұстаздардың мынау біліктілігін аккредитациялау мәселесінде айтты ғой, 30 жылдан астам еңбек өтілі болса, ол кісілер егерде біліктілігін жоғарылатам десе, ол кісілер тест тапсырмайды. Жоғарылатам десе, керісінше тест тапсырады. Егерде мысалы сол зерттеуші маған жетеді, арғай мен зерттеушіден шеберге бармаймын десе, онда тест тапсырмай, сол өзінің жинаған жаңа портфолиясын, озық іс тәжірибесі арқылы сол келесі санатқа өте береді. Яғни ол бізде қазір жұмыс тобымен жақсы бір нелер дайындалып жатыр, осы өзгерістер дайындалып жатыр. Енді осы шығып қалады, яғни бүкіл процедураларын өткеннен кейін сол құжат та шығып қалады бізде. Тамаша. Жалпы негізі ол кісілер мынау тәжірибесін одан кейін жаңағы еңбек өтілі бар, соның барлығын аккредитациялау ол қанша жылда бір өтіп тұрады? Аттестатта ол педагог мәртебесіне сәйкес 5 жылда бір рет, міндетті түрде. Оған дейін мысалы бізде жастар бар ғой, жетістіктері көп, жаңа өзің айтып отырсың, TikTok тағы басқа әлемдік деңгейде бізде мынау олимпиадан дайындап жүрген жас балаларымыз бар. Оларға мерзімінен тыс дейді, мерзімінен тыс осы аттестаттан өтуге мүмкіндік бар. Сонымен қатар мысалы тілді жақсы білген, ағылшын тілі IELTS дейміз ғой, сол нелерді жақсы білгендер оларға да, яғни упрощенный процедура дейді, яғни қысқартылған немен өтеледі олар. Қазір бізде бар сондай. Тамаша. Жастарды қолдау мақсатында, яғни сондай мықты мамандарды бізге өзімізге тарту мақсатында. Және де осы арқылы олар ынталанып, жігерленіп, мен мықты болам деп, оза шауып алдыға өздерінің тамаша жетістіктермен қуантады. Одан кейін жаңа әңгімеміздің басында да айтып кеттік қой, осы жолы үздік педагогқа 3 миллион, 3 миллион теңге сыйақы беріледі. Ол қанша адамға беріледі? Бір адамға ғана ма? Жоқ, 64 ұстазға жыл сайын беріледі. Былтырда берілген болатын. Биыл да сол жаңағы сайыс бізде қазір бірінші кезеңі аудандық тіркеу аяқталып, сонымен қатар онда қазір тексеру жұмыстары, яғни сарапталау жұмыстары басталады бүгіннен бастап. Содан кейін екінші облыстық кезеңге келеді, одан кейін республикалық кезең келеді. Соның 64 жеңімпазы 1000 айлық есептік көрсеткіш дейді ғой, 3000 қателеспесем 3000-нан артық, сол 3018 теңге ма, сондай ақшалады. Кәдімгі өздерінің есеп шоттарына салып, сөйтіп сондай бір жақсы. Міне мотивация қайда жатыр, Жалпы енді бұл сайыстың қорытындысы қай жақта өткізіледі? Ұстаздардың барлығы бастарын жинап қосылады ғой? Бұл сайыстың енді биылғы жылғы ерекшелігі, бұл ешқандай бұрын кейбіреуі жағы электронный почтаға жібереді, ол ашылмайды. Кейбіреулері кітаптарын салып жібереді, сондай бір қиындықтар туатында. Биылғы жылы бізде осы министрліктің платформасында толығымен үйде отырып ұстаз өзінің жүктеп жаңағы жұмыстарын түгел жүктеп солай қатысып жатыр. Барлығы электрондық түрде. Яғни ешкімге кедергі жасамайды, қатысады. Ол жерде тек қана мынандай бір талап болды. Яғни мектеп білу керек, өзінің мұғалімін, ұстазын қандай. Сондықтан білім басшысының жаңағы қолы керек, мөрі керек деген сияқты сондай бір неміз бар, біздің талабымыз бар. Себебі әр мектеп өзінің сондай үздіктерін білу керек қой, сондай бір мәселе бар. Жалпы сондай, яғни талапқа сәйкес болсаң, ешқандай кедергісіз жаңағы 3 миллионды ұтып алуға болады. Тамаша. Қорытындысы осында өте ма? Осы Астанада өтеді, желтоқсан айында. Сосын олардың екінші етапы бар кезеңі, ол жерде сабақ береді. Енді қазір оны қараймыз, мүмкін Астана мектептеріне бергіземіз, не болмаса жаңағы Zoom платформасында бергіземіз, оны қарастырып жатырмыз. Яғни олардың сабақ үстінде көргіміз келеді. Мысалы, ол құжат ретінде бір бөлек қой, барлығы сәйкес, бірақ маман ұстаз ретінде байқағымыз келеді. Қаншалықты ол мысалы баламен тіл табысады, қаншалықты оның жұмысы жаңағы бір сабақтың үстінде нәтижелі қандай, сол мәселелерді қарағымыз келеді. Ол қараша айында болады, бірақ қорытындысы сол тәуелсіздікке қарсы. Тамаша, мерекеге орай ұйымдастырылады дейсіз ғой. Бірінші кезеңі құжат жинау бір бөлек, екінші кезеңі одан кейін ұстаздардың сабақ беру тәсілін
Жоқ, ол Байқайсыздар. мысалы 3 турдан тұрады ғой. 3 кезең, бірінші аудандық, одан өткендер облысқа, екіншіден облыстан өткен республикаға келеді. Республикаға келген кезде ғана сабақты қараймыз. Оған дейін тек қана бәрі құжат түрінде қарастырып келеді. Ең негізгенді, ең мықтылар шығады ғой. 100-ден артық жылына құжат түсетін, где-то 160-170-дей құжат түседі, соның ішінен 64 адам жаңағы атақталады. Тамаша. Енді соңғы сұрақ болсыншы, өзіңізге жалпы осы үздік педагог турасында сұхбаттасайық деп өзіңіз студияға шақырдық қой, бұл жалпы ұстаздарға не береді? Жалпы үлкен мотивация ғой. Сені республикалық көлемде үздік педагог атанудың өзі ол үлкен дәреже. Ол жанында жаңағы материалдық дейміз ғой. Екінші, ұстаз үшін ең бастысы моральдық шығар. Оның жаңағы оқушысының оны тануы емес, жалпы мойындау деп айтайықшы. Мойындау деп айтайықшы. Ата-ананың мойындауы. Мысалы, сенің балаңа сондай үздік республикадан сондай дәрежеде жеңіп шыққан адам сабақ беріп тұрса, бұл әрбір ата-ана қуанар еді. Әрбір ата-ана. Сондықтан ары қарай оның жұмыс істеуі, сосын мысалы мынау жас буынды үйретуі, сол облыс көлемінде қанша адамға ол өзінің мастер-класс дейміз ғой, сол шебер сыныптарын көрсетіп, қанша адамға үлгі боларлықтай тұлға болып шығады. Және де сондай ұстаз саған сабақ беріп тұрса, ол мына мақтаныш сезімін, кеудені кернеп, менің ұстазым кімнің оқушысы деп генде мақтанып айтқан қандай жақсы. Жалпы, мысалы, мен айтар едім, бізде Қазақстанның еңбек сіңірген деген осындай 3 миллион беретін тағы сондай бір атағымыз бар. Сол жерде 20-шы жылы болғанда Орынша Қарабалина апайымыз. Мен мектепте істеп жүргенде ол кісінің жаңа әдістемелік құралдарын пайдаланып тарихшымын ғой, сөйтіп жүретін. Бірақ та сол кісінің бізге келіп, жаңағы халықтың алдында сөйлегенде өзің ойлайсың, міне ұстаз ғой, мынау Қазақстанның еңбек сіңірген мына кісі ұстазы, сондай атаққа лайық деп. Ойлаймын, мынау біздің педагогтар, үздік педагогтар да сондай мәртебеде, сондай дәрежеде жүреді деп ойлаймын. Енді ұстазы жақсының ұстанымы жақсы дейді. Сондықтан да ұстаздарымызға ең бастысы сабыр, шыдамдылық тілегіміз келеді. Еңбектерінің қашанда жемісін көрсін. Ол баланың тәрбиесі, білімі арқылы бағаланады ғой. Тәртібі ең бастысы. Кім оқытқан, не айтты, осы ма дегізбесін. Ешқандай ұстазды одан ауыр сөз жоқ шығар. Шынымен де материалдық құндылықтан бөлек, жаңағы ақшалай сыйлық ол да жақсы. Енді сананы тұрмыс билеген заманда десе де, оларды мақтап, марапаттап, иығынан қағып, қолпаштап қойсаң, оларға одан артық ешқандай сый-сияпат төсбелгі берілген, сосын министрдің қолы қойылған куәлік берілген. Сол сіз педагог, сондай құрметті педагогсыз деген сөз ғой енді. Ең үздік ұстаз, үздік педагог деген атақ беріледі. Енді Айман ханым, уақыт бөліп келгеніңізге студиямызға өзіңізге алғыс білдіреміз, және де ұстаздар күні жақындап келе жатыр, ауыл алыс емес. Сондықтан да осы мерекемен де өзіңізді алдын ала бір құттықтап қойғымыз келіп отыр. Еңбекте табысты болыңыз. Рахмет. Құрметті көрермен, осы ретте өздеріңізге әсем ән ұсынамыз, қабыл алыңыздар.